бірлік күнін дәл осындай банкадағы салатты жасайтын боламыз. Алдымен овощтарымызды бәрін дайындап, дәл осындай қылып кесіп, бірін-кетін сала береміз. Кейінісімен укроп, чили, ашы бұрышы, егер ашыны ұнатсаңыздар, екеу саласыздар, қант, тұз, сұйық май, 70% бір ас қасықтағы уксусты құямыз. Содан соң барып жақсылап араластырамыз. Бір сағатқа қойып қоямыз. Суы шығу үшін. Стерленген банкамызға нығыздап саламыз. Қайнау барысында басылып қалады, сол үшін нығыздап саламыз. Қалған суларымызды үстіне құйып шығамыз. Қазанымыздың түбіне осындай трапканы қойып, банкаларымызды салып, үстіне салқын суды құямыз. Орта отта 40 минут қайнатамыз. Дәл осылай қасықпен шеттерін басып шығамыз, өйткені ішінде қайнау барысында ауа жинайды, сол себепті ішіндегі ауасын шығарамыз осылайша. Үстін қалың одеялмен жауып қоямыз. Біздің осындай қыстық салатымыз дайын болды.